Қыздар, қайырлы күн. Мен бүгін сіздермен осындай керемет балды торттың рецептісімен бөліскелі отырмын. Видеоны толық көріп, жасап көріңіздер. Торт өте жұмсақ, өте нәзік және қарапайым заттардан тұрады. Жасап көруге кеңес беремін. Міне біздің тортымыз осындай болды. Қасықпен бөлгенде де өте оңай бөлінеді, яғни торт өте жұмсақ. Алдымен ерітілген сары майымызды ыдысқа салып, үстінен қант қосып, оған дәм балансын сақтау үшін тұз салып, бұдан соң жұмыртқаны қосып жақсылап араластырамыз. Майды толық ерітпеңіздер. Қазір біз оны су моншасында тағыдай ерітетін боламыз. Міне енді жақсылап араластырып, бұған балды қосып, тағы да араластырып аламыз. Миксердің болуы шарт емес, қасықпен араластырсаңыздар да, венчикпен араластырсаңыздар да болады. Алдын ала суымызды қайнатып, оған жаңағы массамызды қоямыз. Бұдан соң оған ысый бастағанда ас содасын және де уксус не болмаса лимон соғын құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді осы массамызды қайнағанша күтеміз. Қатты қайнатып керек емес, жай қайнай бастағанда оттан алып, үстіне дайындап қойған ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ұнды бірден сала саламыз осылай. Енді осыны жақсылап араластырып, қоймалжың қамыр жасаймыз. Қамыр өте қоймалжың болады. Одан қорықпаңыздар. Міне бізде осындай қоймалжың қамыр шықты. Енді біз жаңа алдын ала бөліп алып қалған ұнымызды дастарханға сеуіп, жаңағы қамырымызды осының үстіне салатын боламыз. Содан соң оны жақсылап қолымызбен илеп, 8 бөлікке бөлетін боламыз. Енді неше бөлікке бөлсеңіздер де өз еріктеріңізде қарайсыздар, менде 8 бөлік шықты. Енді мұның әр қайсысын ұнға ойнатып, осылай дөңгелек етіп жайып шығамыз. Қамырларды жаппай-ақ қойсаңыздар болады, артық тұрған, себебі ол қатты былжырап кетеді, ол өзі онсыз да өте жұмсақ болып шықты. Кеуіп қалмайды, қорықпаңыздар. Листті аударып, оған ұнды сеуіп, оқтаумен алып, тестамызды салып, 5-6 минутта тез-тез пісіріп аламыз. Және де осы листта тұрған бойында дайындайтын тәрелкемізді төңкеріп, немесе қақпақты төңкеріп тез-тез осылай жан-жағын кесіп аламыз. Жұмсақ кезінде. Міне бізде осындай болып шықты. Енді кремін дайындаймыз. Мен кремге қаймақта пайдаландым. Қаймаққа қант салып, және оған ванильді қант салып, осылай араластырдым. Естеріңізде болсын, бұны миксермен араластыруға болмайды, қатты сұйық болып кетеді. Осылай қасықпен араластырса жеткілікті. Мен тортты жинау үшін осындай арнайы кальцоны пайдаландым. Ол жоқ болса да, тортты жинай беруге болады. Бұл кальцомен торт өте әдемі болып, яғни шеттерінің барлығы дұрыс жиналынады. Міне осылай 2-3 ас қасық қаймақты сала отырып, торттарымызды жинаймыз, корждарымызды жинаймыз. Міне бізде корждарымыз толықтай жинап шықтық. Енді қалған қаймақты үстіне жағып, тортта семдейміз. Негізінде жаңағы кальцомен барлық корждарды жинап, сол күйінде
холодильникке, яғни тоңазытқышқа қойып қойсаңыздар болады. Сонда кремі сіңіп, торт өте жақсы болады. Бірақ менде асығыс болғандықтан кольцодан алып тез-тез әсемдеп дайындадым. Сол кольцомен 3-4 сағатқа тіпті бір түнге қойып қойсаңыздар да керемет болады. Міне мен қалған корждардың шеттерінен қалған коржды ұнтақтап, сомен әсемдедім. Ал әсемдеу өз еріктеріңізде. Сіздер тіпті кілегейден жасалған креммен әсемдесеңіздер де болады. Торт өте нәзік және де құрамы өте қарапайым, жасап көріңіздер.